Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің 4-ші зертханалық сабағымыздың тақырыбы ароматты көмірсутектер, ароматты көмірсутектердің суда еруі және олардың экологиялық қаупі және олардың тұрақты даму мақсаттарымен байланысы, пластмассалар және ластану бойынша. Енді бензол қатарындағы ароматты көмірсутектер немесе арендер деп айтамыз. Сол тақырып бойынша, үй тапсырмасы бойынша кім сабақ айтады? Мен айтайын. Жалпы бізде ароматты көмірсутектер органикалық химияның даму тарихынан басталып аталып келе жатыр. Және де ароматты көмірсутектерге бізде ароматты иіс шығаратын органикалық қосылыстарды жатқызған болатын. Бірақ уақыт өте келе зерттеу барысында олардың барлығының құрамында бензол сақинасының бар екені анықталған болатын. Және де сол бензол сақинасының құрылысына, жалпы санына байланысты бірнеше топқа бөліп қарастырылды. Ең алдымен бізде бір бензол сақиналар, оның ең қарапайым өкілі бізде бензол болып табылады. Оның жалпы формуласы С6H6. Енді осы бізде бір сақиналы ароматты көмірсутектерге бензол және оның гомологтары, оның туындылары жатады. Ал келесі топ бізде көп ядролы бензол сақиналары болып табылады. Оларға бізде жаңағыдай ядросының орналасуына байланысты олар конденсацияланған және конденсацияланбаған деп екі топқа бөліп қарастырсақ болады. Ең алдымен осы бензолды бізде 1825 жылы Фарадей ашқан болатын. Газ жарығын анықтау барысында осы бензолды ашқан болатын. Бірақ арадан 40 жыл өткеннен кейін Кекуле деген ғалым, яғни 1865 жылы осы бензолдың именно андай циклдік формуласын ашқан болатын. Және де оның құрамында қос байланыстан үшеу болады. Яғни бұл бізде циклогексатрен деп атаған болатын. Бірақтан да Кекуленің ашқан формуласы бізде жаңағы бензолдың нақты санына сәйкес келгенмен, яғни С6H6 деген санына сәйкес келгенмен, оның қасиеттеріне сәйкес келген жоқ. Неге? Себебі бізде бензолда қос байланыс, яғни үш қос байланыс болған үшін ол бізде өте жақсы қосылу реакциясына түсу керек қой. Бірақ бізде бензол қосылу реакциясына емес, ол бізде көбіне алкандар сияқты орынбасу реакциясына түседі. Алайда жаңағы Кекуленің шығарған формуласы бойынша ол онымен сәйкес келмейді. Сол үшін оны бізде Кекуле былай түсіндірген болатын. Яғни жаңағы үш қос байланыс именно мысалы бірінші, екінші көміртек, үшінші, төртінші көміртектің арасында орналасқан емес, яғни оның тұрақты орны жоқ, жалпы молекуланың бойында орналасқан деп түсіндірген болатын. Сондықтан да ол бізде өте тұрақты болып келеді бензол, және де ол бізде қосылу реакциясына түспейді деген сияқты сондай түсіндірмелерді айтып кеткен болатын. Жалпы бізде ароматты көмірсутектердің гибридтену SP2 және де көміртек пен көміртек арасындағы байланыстың ұзындығы 0,140 нанометр, яғни бізде SP3, яғни қос байланысы жоқ және де қос байланыстылардың арасында орналасқан. Мысалы бізде қос байланысы жоқ алкандардың арасындағы байланыс 0,154 нанометр ғой, ал бізде қос байланысы барларда 0,134 нанометр. Ал бізде бензолдар қос байланысы болғанмен ол бізде біркелкі орналаспаған, яғни именно орналасқан орны жоқ, жалпы молекуланың бойында орналасқан және де оның арасындағы арақашықтығы 0,140 нанометрге тең болады. Жалпы осы туралы қызықты факт айтып кететін болсақ, бізде осы ароматты көмірсутектер тек жерде емес, сонымен қоса бізде планета аралық жүйелерде де кездеседі. Мысалы, Уран деген планетаның серігі Титанда да кездестіре аламыз. Және де ол бізде Кекуле осы нені ашқан кезде, Кекуле бензолдың формуласын ашқан кезде жаңағы жылан өзінің құйрығын былай тістеп жатқанына қарай отырып, соған сәйкестендіріп ашқан болатын. Жақсы, рахмет. Бензол және оның туындыларының негізгі қасиеттері бар өздеріне тән. Сол бойынша қайсымыз айтамыз? Бізде бензол және оның гомологтарының өздеріне тән ароматтық қасиеті болады. Ең алдымен бізде бензолдардың ішінде 6 пи байланысы бір тұтас циклді жүйе құрғандықтан, оның химиялық және физикалық қасиеттері сол пи байланысқа қарай орналасатын болады. Яғни олар бізде қосылу реакциясына түспейді, орынбасу реакциясына түседі. Орынбасу реакциялар бізде электрофильді қосылыс арқылы жүреді. Және бензол және гомологтар бізде тотықтырғыштарға қатты әсер етпейді. Және олардың ароматтық қасиет көрсететін тағы бір белгісі, олар бізде жазық құрылысты көрсететін болады. Осыны бізде 1831 жылы Хюкель ережесі 4n+2 формуласы арқылы есептеп шығарды. Бұл жерде біз пи электрондарының санын анықтайтын боламыз. Келесі изомерия және номенклатура бойынша не айтасыз? Бізде ароматты көмірсутектердің номенклатурасын айтатын болсақ, ол жерде ең алдымен негізгі өкілі бензол негізгі өкілін айтамыз, ал қалған өкілдеріне радикал жалғау арқылы айтамыз. Яғни метилбензол, этилбензол, немесе тарихи атаулары ксилол, толуол деп айтатын боламыз.
ароматты көміртектердің изомериясында ең алдымен бізде бір көміртек жалғанатын болса, оларда бізде изомерия болмайды. Яғни қай орынға жалғасақ та, ол сол бір көміртек қаңқасын көрсететін болады. Ал екі көміртек жалғанатын болса, орта, мета және пара орындар жалғанады. Яғни орта изомериясында бір екінші орындарға, ал метада бір үшінші, ал парада бір төртінші орындарға жалғанатын болады. Егер де бензол қаңқасында үш орын басушы болатын болса, оларды бір көміртек қатар орналасса қатарлы изомерия, ал мета орынға жалғасса бізде асимметриялы изомерия, ал үш қаңқада мета орынға жалғасса олар бізде симметриялы изомерия болып аталатын болады. Ароматты көмірсутектердің табиғи көздері және олардың алыну жолдары бойынша кім айтады? Айта ғой. Бізде ароматты көмірсутектердің алынуы, бізде жалпы ароматты көмірсутектер мұнай өнімінен алынады. Мұнайдың жалпы Орал, Россия бөлігінен көбіне алынады, және де одан кейін екінші Баку 60% сол мұнай өнімінен алынады. Бірақ та бізде мұнайдан тікелей алынбайды. Сонда біз мұнайды 700 градуста ароматтап қыздыру керек. Сол бойынша бізде 15-18% ароматты көмірсутектер алынатын болады. Бензол және оның гомологтарының алыну жолының синтетикалық жолдары бар. Бізде ең алғашқысы алкандардың оксидті катализатор арқылы біз дегидрлену арқылы арендерді алатын боламыз. Біріншісі алкандарды алкандарды 500 градуста оксидті катализатор арқылы дегидролену кезінде бізде арендер түзіледі. Яғни бұл жерде бізде алкандарды 500 градуста оксидті катализатор арқылы дегидролену кезінде бізде арендер түзіледі. Яғни бізде сутек бөлім шығады. Екіншісінде келесі алыну жолы бізде ацетиленнің және де оның гомологтары металлорганикалық катализатордың қатысында біз тримерлену әдісі арқылы бензолдың және де оның гомологтарын алатын боламыз. Бізде бірінші ацетилен, ацетиленді біз металлорганикалық катализатордың қатысында арендер түзетін боламыз. Бензол және оның гомологтары түзіледі екен, ары қарай жаза бер. Яғни бізде ацетиленді металлорганикалық катализатордың қатысында тримерлену арқылы бензол қосылысы түзілетін болады. Келесі біздің алыну жолымыз циклоалкандардың жоғары температурада және де катализатордың қатысында дегидрогенденіп, біз ол арендерге айналатын болады. Ал одан кейінгі алыну жолы бізде бензол қышқылының тұздарын біз сілтілермен қосып айдау арқылы біз бензол алатын боламыз. Келесі бізде бензол және оның гомологтарын біз галоген туындылар арқылы вирус фитик реакциясы арқылы алатын боламыз. Келесі бізде осы бензолдардың және де оның гомологтарын алудың маңызды әдісі ол бізде Фридер-Крафт әдісі болып табылады. Яғни ол бізде алюминий хлоридінің катализатор арқылы алатын боламыз. Келесі алыну жолы бізде Клеменсон реакциясы, яғни бұл жерде біз тоссыздандыру арқылы бензолдың алкил туындыларын алатын боламыз. Химиялық қасиеттері бойынша бензол және олардың туындыларын біз қосылу, орын басу және тотығу реакцияларына түседі. Сол бойынша бізде кім айтады? Келе ғой. Бізде ароматты көмірсутектердің қосылу реакциялары ең алғаш бізде жоғары температурада және де катализатор қатысында бізде ароматты көмірсутектер өздеріне сутекті қосып алып циклогексан түзеді және де оның гомологтары түзетін болады. Бұл жерде бізде катализатор ретінде никель металы алынатын болады. Келесі бізде ультракүлгін сәулелердің әсерінен хлормен және де броммен қосылу арқылы гексагалогениттер түзетін болады. Және де үшінші реакцияда бізде бензолдар қанықпаған көмірсутектер сияқты озонды қосып алады да өте қопарылғыш зат 3 озониттерді түзетін болады.
Бізде бірінші оттекпен тотығу арқылы бензой қышқылын түзетін болады. Химиялық қасиеттері бойынша енді орын басу реакцияларын айтамыз. Айта ғой. Жалпы бізде ароматты қосылыстар тотығу қосылу реакцияларынан бөлек орын басу реакцияларына түседі. Орын басу реакцияларында бізде алкилдену, ацилдену, нитролену, сульфирлену және де бізде галогендену реакцияларына түсетін болады. Алғашқы біздегі реакциямыз бізде алкилдену болады. Алкилдену реакциясында бізде ароматтық яғни бензолдар және де оның гомологтары бізде өзіне галоген алкандарды қосып алатын болады. Нәтижесінде бізде алкил қосылыстарын түзілетін болады. Одан кейін бізде екінші реакциямызда ацилдеу, яғни бізде бензол және оның гомологтары бізде алюминий хлоридінің катализаторының қатысуында бізде ацил хлоридтерді қосып алып, нәтижесінде ацил кетондар түзілетін болады. Үшінші реакциямыз бізде нитролену реакциясы. Бізде бензол және оның гомологтары күкірт және азот қышқылдарының қоспасымен әрекеттесіп, нәтижесінде нитро қосылыстар түзетін болады. Бізде төртінші реакциямызда күкірт қышқылын қосып алу нәтижесінде бізде арен сульфо қышқылдар түзілетін болады. Одан кейін бізде бесіншісі галогендену, яғни бізде алюминий немесе темірдің галогениттерінің катализаторының қатысында бізде нәтижесінде галоген арендер түзілетін болады.
Құрметті білім алушылар, енді 4-ші зертханалық жұмысымызды бастаймыз. 3-ші зертханалық жұмыстың бірінші тәжірибелік жұмысында біз бензолды алатын боламыз. Бізге қажетті құрал жабдықтар сынауық, дөңгелек түпті қолба, бензонат және сөндірілген әк керек болады. Енді жұмыстың барысына келетін болсақ, дөңгелек түпті қолбаға 2-3 грамм натрий бензонатын және 4-5 грамм сөндірілген әкті салып араластырамыз. Бізде бұл айдау әдісі арқылы жүзеге асатын болады. Біз бензолды қалай анықтаймыз? Жанып тұрған таяқшаны қолбаның аузына алып барғанда бензол көкшіл жалын түс береді. Сол арқылы бензолдың бар екенін біле аламыз. Бізде екінші тәжірибелік жұмыста бензолдың қасиеттерін тексеретін боламыз. Бізде құрал жабдықтарға тоқтала кететін болсақ, бізде бензол және де бром суы, калий перманганаты, күкірт қышқылы керек және де сынауық керек болады. Жалпы бірінші бромның, яғни бензолдың қасиетін бром суымен әрекеттесуін байқалайтын боламыз. Бірінші сынауыққа біз 3 тамшы бензолды құйып аламыз. Бензолды құйып алғаннан кейін 3 тамшы бром суын құямыз. Осы қоспада біз яғни бром суы судан жеңіл болғандықтан ол бізде бетінде қалқып тұрады. Содан кейін бізде төменгі бөлімінде бром суы төменгі қабатта қалады, жоғарғы бөлімінде бром, яғни бензол түсізденеді. Жалпы екінші жұмыс ол бізде бензолдың күкірт қышқылымен әрекеттесуімен жүреді. Яғни бізде 5 тамшы бензолға біз 2 тамшы күкірт қышқылын және де 1 тамшы калий перманганатын қосатын боламыз. Сол кезде бізде сарғыш түсті қоспа пайда болады. Бізде бірінші сынауыққа 3 тамшы бензолды құйып аламыз. 3 тамшы бензолды құйып аламыз. Және де оның үстіне бром суын 3 тамшыны құямыз. Бізде осы реакцияда бізде бром суы, яғни түсізденіп, астында қалқып тұрғанын көруге болады. Келесі бізде бірінші сынауыққа бензолдың 5 тамшысын тамызып аламыз. Келесі бізде күкірт қышқылының 2 тамшысын тамызамыз. Содан кейін 1 тамшы калий перманганаты. Мына реакция нәтижесінде бізде сарғыш түске ауысты. Үшінші тәжірибеде біз катализаторсыз ароматты көмірсутектердің бромдануын реакция жүзінде тексеретін боламыз. Ол үшін бізге құрал жабдықтардан сынауық, бензол, толуол және де 4 хлор көміртегіндегі бром суы және де бізге лакмус қағазы керек болады. Ең алдымен біз 2 құрғақ сынауыққа 10 тамшы толуол мен 10 тамшы бензол құйып тамызамыз. Келесі біз әр сынауықтың үстіне 4 хлор көміртегіндегі бром суының 10 тамшысын тамызатын боламыз. Келесі біз сынауықтарды қайнаған суы бар ыстық ыдыста қыздыратын боламыз. Біздің келесі тәжірибеміз катализатордың көмегімен ароматты көмірсутектердің бромдануын бақылайтын боламыз. Бізге қажетті құрал жабдықтарымыз бензол, толуол және де 4 хлорлы көмірсутек керек болады және де сынауықтар. Ең бірінші 2 құрғақ сынауығымызды алып аламыз. Біріншісіне бізде 10 тамшы бензолды, екіншісіне 10 тамшы толуолды құйып аламыз. Келесі бізде 4 хлорлы көмірсутегімізді 10 тамшысын әрқайсысына құйып шығамыз. Келесі енді қыздырып бастаймыз. Реакция нәтижесінде бізде бром-сутек бөлінуі қажет. Реакция нәтижесінде бізде бром-сутектің бөлінгенін бақылай аламыз.
Бүгінгі 4-ші зертханалық жұмысымыз бойынша, тақырыпты қорытындылау бойынша мына тапсырмаларды орындап бересіздер. Сіздерге бүгінгі зертханалық жұмыс бойынша универ жүйеге балдарыңызды қойылады. Осымен біздің 4-ші зертханалық сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.